Міне дәл қазір мен Payee'нде почти $21 тұр. $21 мен қалай тапты десеңіздер, мен $21 интернеттен таптым. Күніне өзім 8 сағат жұмыс істеп жүріп, одан бөлек күніне 1 сағат, 2 сағат уақытымды интернетте өткізіп, ақша табу жолдарын зерттеп, және де әртүрлі ақша табу жолдарын қарап, экспериментер етіп, осы почти $21 таптым. Және де сіздер де дәл осы $21 табыласыздар. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал енді бүгін мен сіздерге экономический ойын жайында айтатын болам. Ол экономический ойында бізге ақша салмайды, және де ақша салып та ақша табуға болады. Бірақ рискованный жері, сіздер өз ақшаларыңызды жоғалтуларыңызда мүмкін. Қалай десеңіздер, мен сіздерге қазір толығымен барлығын түсіндіріп беремін. Видео бастамас бұрын осы каналға тіркеліп, лайк басып, және де сыңғырлататын басуды ұмытпаңыздар. Ал енді мен видеоға оралайын. Осы экономический ойын жайлы қазір айтатын боламын. Міне бұл типа Bitfarm деген ойын. Бұл жерде бізге ең бірінші не береді? Қараңыздар, дәл қазір мен ең бірінші сіздерге не беретінін көрсетейін. Ең бірінші өздеріңіздің Payeer кошелектарыңызды жазып кіресіздер. Одан кейін пароль жазасыз. Мен пароль жазып өзі сохранить етіп қойғанмын, кіремін. Міне менде авторизация болды. Ал сіздер ең бірінші кірген кезде өздеріңіздің Payeer аккаунттарыңызды жазасыздар, және де авторизацияға өздеріңіз 4 цифрлы пароль қойып кіресіздер. Және де кіру қиын емес, өте оңай. Бұл жерде міне дәл қазір сіздерге кіргендеріңіз үшін бонусқа мынандай видеокарта береді. Бұл видеокарта күніне ақша жинайды. Мысалы, мына жерде жазылған, күніне 0,24 рублей өзі жинайды. Сіздер вообще керек емес, сіздер, короче, бұлайша айтқан кезде сіздердің қатыстарыңыз болмайды, пассивно жиналып тұрады. Проект жабылғанша сіздерге күн сайын 0,24 рублей беріп тұратын болады. Мысалы, бір аптада 1,7 рубль. Мысалы, бір аптада 1,7 рубль өздеріңіз ештеңе істемей жиналып қалады. Ол 1,7 рубльді өздеріңіздің Payeer кошелектарыңызға ешқандай қиындық шығарып ала аласыздар. Ешқандай ақша салмай бұл. Ал ақша салам дейтін адамдарға бұл жерде міне типа өздерінің тарифтері бар. Мен тарифтері жайлы толығымен айтып кетемін. Және де бұл экономический ойынның ссылкасын мен өзім Telegram каналымда, және де видеоның астында описаниядағы закрепленный комментарий, ең бірінші закрепленный комментарийға қыстырып қоятын боламын, закрепить етіп. Сол үшін өздеріңіз қалаған жерлеріңізден алсаңыздар болады. Бұл жерде мені қараңыздар, қазір проект. Бұл жерден статистика көрсек, мен қазір өзім ақша салатын болам, бірақ көп ақша салмайым, себебі риск бар, жабылып қалуы мүмкін. Міне бұл жерде статистикада сіз соңғы салынған ақшаларды және де соңғы вплаталарды көре аласыз деп жазған. 4-ші күн өзі, бүгін 4-ші күні төртінші күндері жұмыс істеп жатқан бұл проекттің. Және де бұл проектке 25.726 мың рубль салынған. Оның 2680 рублі қазір шығып үлгерген уже. 25 мың рубль адамдар салған. Мұны көрсеңіздер болады. Міне 10 рубль, 17 рубль выплаталар. Жоқ, бұл салғандар. Пополнениялар бұл. Әркім әртүрлі толтырған. 1000 рубль толтырған, 10 рубль, 50 рубль. Және де соңғы выплаталар. Соңғы рет міне 3-тен 12 кеткенде выплата болған. Россиян сағатымен ол. Күніге бұл жерде вывод автоматически басасыздар, сразу төленеді. Ал және де тағы да не айтуға болады. Қазір мен сіздерге өзім ақша салып көрсететін болам. Және де қазір қараңыздар, бұл жерде типа рубль шығаруға болады, доллар шығаруға болады. Вывести рублей деп басасыз. Одан кейін дәл қазір менде 0,01 бар. Бұл әрине шықпайды, себебі минимальный сумма шығаруға болатын 1 рубль. Мені вывод моментальный деп жазылып тұр. Және де мен қазір главныйға өтемін. Дәл қазір менде автоматически ақша жиналып жатыр. Себебі маған кіргенім үшін подаркаға осы видеокартаны берді. Және де барлық адамға береді. Барлық адам ешқандай ақша салмай ақша жасай алады. Бұл жерде одан кейін бонус бар. Менде қазір бонустың немесі өшіп кетті.
жоқ болып кетті бонус, себебі бонус әр 24 сағат сайын шығып тұрады. Әр 24 сағат сайын сіздер 1 рубльға дейін бонус ала аласыздар. Және де қараңыз, енді сіз ақша салмасаңыз күніне бонус алып, және де осы бірінші берген видеокартадан ақша жинап тұруыңызға болады. Дәл қазір менде 1 штук 10 рубльдік видеокарта бар. Одан кейін міне көрсеңіздер 150, 300 рубльдік, 600 рубльдік. Бұлар типа сіз көп ақша салған сайын көп жиналады теңге, рубль, то есть. Қараңыздар, мен қазір кіріп көрейін. 50 рубльдік видеокартаға кіріп көремін мен. Бұл жерде не жазылған? Міне типа бізге міне осы видеокарта 50 рубльға мен сатып аламын. Күніне 5 рубль 56 копейка ақша береді деген. Яғни былайша айтқан кезде біз почти 10 күнде өзіміздің ақшамызды жинап шығарып ала аламыз. Одан сәл асады. Мысалы, мен мына проектті 10 күн жұмыс істейтін болса, мен өзім ақшамның үстіне қосып азғантай ақша аламын. Ал если 1 ай жұмыс істейтін болса, мен 3 есе ақша көп аламын. Сол себепті де мен осыған қазір ақша салып көретін боламын. Менде пайыр рубль. Дәл қазір мен өзім пайыр кошелегіме кіріп жатырмын. 50-де 48, 0,48 мен ойынша неме. Все, мен төледім, алдым. Мен жазылып тұр, пополнено 50 рублей. Менде көрсеңіздер, уже 1 штук 50 рубльдік видеокарта пайда болды. RTX 1070 деген. Ал енді маған күн сайын уже 580 рубль доход түсіп тұрады. Мысалы, аптаға есептегенде 1 аптада 40 рубль табады екен мен. Былайша айтқан кезде уже 10 күнде уже көбірек табатын боламын. Сол себепті де мен ссылканы жаңа айтқандай тастап кететін боламын. Өздеріңіз кіріп көрсеңіздер болады. Бірақ ақша салу өздеріңізге ескертемін, өте қауіпті. Себебі проект 4 күн, 5 күн істеп те жабылып қалуы мүмкін. Ондай кездер көп болады. Бірақ мен рисковать еттім. Сіздер рисковать етпей, просто тегін беріп тұратын ақшадан жасап алсаңыздар болады. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.